Шүйде сүйегі ос оксипитали деп аталады. 4 бөліктен тұрады. Қабыршақты бөліктен парс сквамоса, 2 латералды бөліктен партес латералис және негізінен тұрады. Негізгі бөліктен парс базилярис деп аталады. Айтылған 4 бөлік қосылып үлкен шүйде тезегін түзеді. Форамен магнум деп аталады. Қабыршақты бөлігі парс сквамоса сыртқы беті болады және ішкі беті болады. Сыртқы бетінен біз сыртқы шүйде шодырын көреміз. Протуберантный оксипиталис экстерна. Шодырдан төмен қарай бағытталған сыртқы қырқасын көреміз. Креста оксипиталис экстерна. Және шодырдан екі жаққа қарай жоғарғы желке сызығын, ал қырқаның дәл ортасынан екі жаққа қарай төменгі желке сызықтарын көреміз. Желке сызықтарына келіп, желке бұлшықеттері келіп бекінеді. Ішкі бетінен біз 4 шұңқырды көреміз. Шұңқырлардың дәл ортасында крест тәрізді үстіртті көреміз. Үстірттің ортасынан ішкі шүйде шодырын ажыратамыз. Протуберантный оксипиталис интерна деп аталады. Шодырдан төмен қарай ішкі шүйде қырқасын көреміз. Креста оксипиталис интерна. Жоғары қарай жоғарғы сагиталды қойнауды көреміз. Sulcus sagittalis superior. Екі бүйіріне қарай көлденең қойнауды көреміз. Sulcus lateralis деп аталады. Трансверсус деп аталады. Трансверсус деп аталады. Келесі латералды бөлігінде кебіс тәрізді буын бетін түзіп, бірінші мойын омыртқасымен қосылады. Сосын тіл асты жүйкесінің өтетін тесігін көреміз. Негізгі бөлігінің сыртқы жағында жұтқыншақ төмпегі болады. Бұған жұтқыншақ келіп бекінеді. Ал ішкі жағынан сына тәрізді сүйектің денесімен қосылып негізі ылдиды түзеді. Клейбус деп аталады. Бұл жерде сопақша менен көпір жайғасады.